Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, ерекше әрі тез дайын болатын тағамды дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге 2 жұмыртқа, тұз, разрыхлитель, қант, сыр, айран және ұн қажет болады. Қанша мөлшерде қажет екенін описаниеге қалдырып кетемін. Біз алдымен 2 жұмыртқаны ыдысқа жарып, араластырып аламыз. Үстіне айранымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Және қант 1 чайный ложка қосамыз. Қатты толтырмаймыз. Араластырып аламыз тағы да. Қантымызды да 1 чайный ложка қосып, араластырамыз. Енді 100 грамм сырымызды саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Мен укроп қостым. Сіздер де укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Енді 450 грамм ұнымызды қосамыз. Егер де сіздерде весы болмаса, мен міне қарап отырсаңыздар, қасықпен салып отырмын. Солай мөлшермен шамалап салсаңыздар болады, көз мөлшермен қарап. Ұнымызды салып, енді қамырымызды илейміз. Араластырып аламыз да алдымен, одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Разрыхлителімізді саламыз үстіне. Енді тестамызды дайындаймыз илеп. Дайын болған тестамызды сразу жая береміз. Өте тез дайын болады, достар. Кешкі асқа, түскі асқа дайындасаңыздар болады. Осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқада болмау керек, және қатты қалың да болмау керек. Осылай ұн сеуіп отырып, жайып аламыз. Және жайылған қамырымызды осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Қазанымызға майды құйып, қызып тұрған майға 2 жақ бетін аунатып, пісіріп аламыз. Тез дайын болады. 2 жақ бетін міне осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты майлы болмау үшін тарелкамызға салфетканы қойып, соның үстіне орналастырыңыздар. Міне достар, біздің тамағымыз уже дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады, және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен осындай ерекше рецепттермен бөлісетін боламын.